Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Тұзды ваннаның пайдасы жайында білесіз бе? Теңіз тұзы ваннасы бұл сұлулық салондарында да, үйде де өте танымал рәсім. Және бұл таңқаларлық емес. Себебі ол терінің күйін жақсартады, иммундық жүйені нығайтады және денені құнды элементтермен қанықтыруға көмектеседі. Теңіз тұзы пайдалы дәрумендер мен минералдарға бай. Сонымен құрамында магнийі көп, жасушалық деңгейде жүретін, метаболикалық процестерді жақсартатын, терінің серпімділігін арттыратын және целлюлитпен күресетін элемент. Оның құрамында калий, фосфор, кальций, йод және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Теңіз тұзымен емдеу тек теріге ғана емес, бүкіл денеге пайдалы. Олар артрит, атеросклероз, жүрек ауруы, гипертония, тамырлы дистония және басқа жүрек ауруларына тағайындалады. Теңіз тұзы қосылған ванналар псориаз, дерматит, безеу және басқа тері ауруларын емдеуде тиімді. Олар кернеуді жеңілдетеді, күш береді және қуат береді. Теңіз тұзын қарапайым ванналар үшін де қолдануға болады. Үйде салмақ жоғалту үшін теңіз тұзы ваннасын қалай пайдалану керек? Ваннаны дайындау үшін келесі компоненттерді алыңыз. 200-250 грамм теңіз тұзы, 100 литр су. Тұз ыстық суда ериді, судан кейін бұл ерітінді жылы сумен ваннаға құйылады. Судың ұсынылатын температурасы 36-37 Цельсий градус. Күн сайын 17-20 минут ванна алыңыз. Максималды әсерге жету үшін тұзды ерітіндінің концентрациясы біртіндеп 200 литрлік ваннаға 3 килограммға дейін көтеріледі. Пікірлер бойынша целлюлитке қарсы курстан кейін сіз 7-10 килограмм артық салмақтан арылып, сымбатты және әдемі фигураңызды қалпына келтіре аласыз. Егер ваннаға 4-5 тамшы арша, лимон немесе апельсин қош иісті майын құйсаңыз, процедураның тиімділігі артады. Ванна апельсин қабығымен керемет күреседі. Оны дайындау үшін келесі компоненттер қолданылады. 200 грамм ас содасы, 200 грамм теңіз тұзы, 100 литр су. Тұз ас содасымен араласады және бұл қоспа ыстық суда ериді. Содан кейін бұл ерітіндіні сумен ваннаға қосылады. Оның температурасы 36-37 градус болуы керек. Ванна 8-10 минут ішінде қабылданады. Содан кейін олар жылы көрпеге оралып, целлюлитке қарсы масканы тағы 28-30 минут ұстайды. Содан кейін контрасты душ қабылдаңыз. Теңіз тұзы бар ванналар жүктілік кезінде, етеккір кезінде, қатерлі ісік пен қант диабетінде қарсы. Теңіз тұзы антисептикалық қасиетке ие болғандықтан, ол безеулермен күресу үшін қолданылады. Тітіркенуді кетіру үшін теріні тазалаңыз және құрғатыңыз. Жылы суға толы ваннаға қарағай сығындысы бар 1 килограмм теңіз тұзын қосыңыз. Бірінші процедурада олар тұзды ерітіндінің концентрациясын арттыра отырып 300 грамм тұз алады. 13-15 минут ванна қабылдаңыз. Емдеу курсы 12-15 процедура. Оларды күн сайын орындау ұсынылады. Мінекей, сіз де дәл осылай үй жағдайында тұзды ваннаға шомылу арқылы салмақ тастай аласыз. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Осы ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар видеоны.